Қарағандыда мүгедек балаларға мемлекет есебінен берілетін арнайы аяқ киімдердің сапасы сын көтермейді. Жарым-жандарды жетектеп жүрген ата-аналар балаға арналған етіктер қалай болса солай тігілген дейді. Сондықтан киюге мүлде жарамсыз екен. Кейде үлкен аяқ киім келеді, бірде кішкентай сыймайды, былғары қалың, иілмейді, икемсіз, табаны тастай қатып қалған. Бір сөзбен айтқанда қалай болса солай тігілген. Бірақ бағасы 30 мың теңге тұрады. Бюджеттен осынша ақша төлейді мына ебедейсіз аяқ киім үшін. Қарағандыдағы мүгедек балалардың аналары қоғамдық бірлестігі осы мәселені айтып жүргендеріне бірнеше жыл болды. Арнайы аяқ киімдерді ата-аналар тек әлеуметтік қызмет көрсету порталы арқылы тапсырыс беріп алдыра алады. Ал онда тіркелген өндірушілер саусақпен санарлық. Сондықтан арасынан өздері таңдағанына тапсырыс береді екен. Екеуара келісімнен кейін аяқ киімнің құны бюджеттен төленеді, бірақ тігілген етік сапасыз болып шығады. Сондықтан ата-аналар арнайы аяқ киімді басқа жерден өз ақшамызға сатып алуға мәжбүрміз дейді. Осындай болмас үшін олар бюджет қаражаты әр балаға қолма-қол ақша негізінде аударылса деп отыр. Бірақ шенеуніктер бюджет ақшасын бөлудің ортақ тәртібі өзгермейді деді. Сондықтан талапқа сай келмеген өнімді алмай қоюға қақылары бар. Орындаушыны сапалы өнім жеткізуге ынталандырудың механизмдері бар. Егер тапсырыс берушіге өнім сапасы ұнамаса, біріншіден оны қабылдамау керек. Сонда ол келесіде сапаға көңіл бөледі деп ойлаймын. Екіншіден олардың үстінен арыз-шағым жазылады. Сол арыздар негізінде ол мекемені жауапсыз орындаушылар реестріне енгізуге болады.